Мә, әңгіме айтуға қорқатын болдым бар ғой. Озвучкаларымды бет алды қолданатын болған. Назарбаевтың кезінде менің дыбысыма тек астында қыздар боянатын. Ал қазір түсініксіз. Біреу сабын кеседі, біреу кілем жуады, біреу тамақ істейді. Кімнің кім екенін шатастырып алдым, рас айтайын. Біреусіне тіркеліп алғансың ғой. Бәле, мына баланың әңгімесі жеркенішті екен. Тыңдап тұру керек енді. Негізі өзімнің дыбысым өзіме жақпайды, жеркенем. Бірақ кеше кілем жуып атқан бір видео түсті да алдыма. Сәл кідіріп қалдым да, видеоны аяғына дейін көріп тастадым. Сөйтіп түйін, бля, мен біртүрлі әңгіме айтады екен ғой негізі. Есі дұрыс адамның әңгімесі емес қой анау. Доғару керек, болмаса инстаға көшем ау мен. Sensei.sake деп ағылшынша жазсаңдар, инстаграм шығады, сояққа көшіңдер. Ал егер мегабайтқа мұқтаж болсаңдар, онда Джокер Бобқа жазыңыздар. Арзан мегабайттар тез жауап береді кез келген операторларға. Аманшылықта жүздескенше.